Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Сабағымыздың тақырыбы ресми және бейресми құттықтау. Грамматикалық тақырып бұйрық рай. Сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Сұрастыру, үйренісу, ұсыну, жауапкершілік, кездестіру, қолданушы, қолдау, бір ауыз сөзбен, ең бастысы. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма бойынша ресми құттықтау. Менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Бөлім бастығын 40 жылдық мерейтоймен құттықтау. Құрметті Батырбек Нұрманұлы, сізді 40 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ әрі шаттыққа толы ғұмыр, шаңырағыңызға құт береке тілейміз. Өңір халқының әл-ауқатын жақсарту жолында атқарып жатқан еңбектеріңізде табыстарға жетіп, үлкен биіктерден көрінуіңізге шын жүректен тілектеспіз. Игі тілекпен маркетинг бөлімінің қызметкерлері. Бейресми құттықтау. Бауырын құттықтау. Құрметті асыл ағам, мен сізді 40 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңызға бақыт, өзіңізге зор денсаулық, қажымас қайрат, әрқашанда ортамызда күліп ойнап жүре беруіңізді тілеймін. Қарындасыңыз Айжамал. Оқып болсаңыздар, сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Бұйрық рай. Бұйрық рай іс-әрекеттің көбіне тыңдаушыға не болмаса бөгде біреуге бағытталып, орындалуын талап ету мағынасында айтылады. Яғни, талап ету, бұйыру мағынасы осы екінші, үшінші жақтарда анық байқалып тұрады да, ал бірінші жаққа бағытталғанда ол көбінесе ниет ету мағынасында келеді. Мысалы, өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, қос қолыңмен істелген ісіңе сен. Сабағымызға қатысты екінші тапсырма. Бір күндік жұмыс жоспарыңызды жазып шығыңыз. Етістіктер бұйрық райында тұруы тиіс. Барайын, барсын, барыңыз. Болымсыздық есімдіктерін қолданыңыз. Ешкім, ештеңе, ешқайсысы, ешқандай, ешқайда, еш нәрсе, ешқашан. Тапсырманы орындап болсаңыздар. Үшінші тапсырма. Наурыз мерекесімен отбасыңызды және әріптесіңізді құттықтаңыз. Ресми құттықтау
және бейресми құттықтау. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Ресми құттықтау. Құрметті Мұрат Бақытұлы, сізді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Жылдан жылға аман есен жете беруіңізге тілектеспіз. Игі тілекпен, әріптесіңіз Айдана Болатқызы. Бейресми құттықтау. Құрметті менің отбасым, мен сендерді қатты жақсы көремін. Бүгінгі келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Отбасымызға бақыт, береке тілеймін. Барлықтарың аман болып жүріңдер. Әкелерің Асхат Ербосынұлы. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Берілген суреттерге мұқият болыңыздар. Егер мен лотереядан ұтсам, төмендегі сурет бойынша Айдананың өмір сүру салты жайлы өз пікіріңізді жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.